Ассалаумағалейкум достар, сіздермен болған Аян KZ арнасына қош келдіңіздер. Біз бүгінгі видеода қарапайым Майнкрафттың екінші бөлімін жалғастыратын боламыз. Достар, мен біршама өзгерістер жасаған болатынмын. Мына жерде трафниктер ектім, мына жерде осындай ресурстар жинадым. И достар, менде бір жаңалық бар. Мен мод қосқан болатын. Тек бірақ бұл мод мысалы ресурстарды қолмен қаза алады. Мысалы керек, көрдіңіздер ме? Осындай қаза алады. Осындай мод, тек андай қатты көп модтар қосқан жоқпын, бірақ осындай модтарды қосқан болатынмын. Тек осы ғана мод. Айтпақшы достар, бізде актив өте аз. Алдын 30 просмотр жиналыпты, бірақ бірде-бір лайк жоқ, өкінішке орай. Бірақ біз берілмейміз, видеоны жалғастырамыз. Барынша арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаймыз, ал біз видеомызды бастаймыз. Енді мен біршама ағаштар жинақ қойған болатын, себебі қазір үй саламыз бүгінгі видеода. И сол үшін де көптеген ағаштар жинақ қойдым. Менің ойымша үйді бір кейін жазыққа салғандан көрі осы судың маңында салған дұрыс секілді. Себебі әдемі көрініс дегендей, сол себептен судың қасына салып көрейік. Әрине дәу емес, кішігірім үй, алдағы уақыттарда үйді үлкейтетін шығармыз. Солай енді. Достар, өтініш, лайк басып тіркелу жалпы кеткен шығар. Сіздер маған тіркеліп лайк басқан сайын мен мотивациялым, сол арқылы видеолар тез әрі қызықты болып шығатын болады. Құдай бұйырса достар, ауылда өмір жалғасады, оларға барлығы дайын. Енді бір түсіретін боламын, құдай бұйырса, Алла қаласа түсіріп ютубқа жарияланады. Кеттік. Мына жердегі ағашты алсақ, себебі біздің үйімізге кедергі жасауды, үй салуымызға кедергі жасауды. Әрине тез маяқтар қазып алайын. Осы жер болып болар шамалы, ал мына жерде болды түсінікті. Бұны алу үшін маған железо қажет. Железо арқылы қазір мен қайшы жасайтын боламын. Ал қайшы арқылы мен не тез алатын. Айтпақшы, мынандай модтар қосылды менде, яғни бұл мод арқылы бұл шаба алады, кесе алады, жерді ала алады сөздің қысқасы. Сондай мод, яғни осы модқа кіреді, ол жаңағы мен көрсеткен модқа кіреді. Сол себептен бұл мод бір ғана мод деп айтсам да болады. Ал кеттік, тезірек алып ала болайық. Маяқтан әдемілеп үйіміз салайық. Достар, тағы да айта өтейін, лайк басып тіркелуді ұмытпаймыз достар. Бұл жалпы емес шығар сіздердің. Ал кеттік, біз үйімізді басайық ақырындап. Мен аса қатты строитель емеспін, но бірақ барынша салуға тырысамын, әрине. Осы жерден кішкене ғана шағындап салатын боламыз. Мен аса қатты үлкен салғым келіп тұрған жоқ, себебі болған көптеген уақыттар кетеді, ал менің әлі істейтін затым өте көп. Апа, мына жерден болса, оп. И потом оп. Осындай болған жақсы секілді. Мына жерді алғанымыз жөн сияқты. Тезірек алайын да, мына жерді кішірейтейін. Достар, мен кішкене проектісін салған соң видеоны жалғастыратын боламын. Достар, мен уже проектісін құрап біраз жерін салып болатын. Енді полдар қалды. Қалай айтсам, едендер қалды. И потом соны құраға соң аяқталып қалған секілді. Солай енді. Тезірек қатыстайық. Мен достар, бүгін құдай берса, құдай қаласа екі видео шығаратын шығармын. Бірақ анақтай қоймайын, бірақ шығаруға тырысамын достар. Солай енді. Барынша қолдап тіркеліп лайк басуды ұмытпаймыз. Мына жерде кішкене тастарды албайық, себебі еденге тас қоятын боламыз.
тезірек қойып қояйық. Достар, өтініш тағы да ескертетін, лайк басып тіркеліп, бұрынғыда активті көтеріп тастайықта. Просмотрлар көбейтіп, лайкты көбейтіп, барынша YouTube арнамызды дамытып тастайық, достар. Міне достар, үйіміз аяқталды десек те болады, себебі сыртқы дизайнын бітірдік, іші де бітірілді, енді терезе мен есік қалған болатын. Енді мен видео түсіргім айтқан болатын, көп сөйлемеймін, себебі айтатын ештеңе жоқ шынымен де. Солай енді арғы жерге жүзіп барайық та топырақ алып қайтайық. Опа, су зомби келеді. Су құбыжығы, бірақ бұл бізге кедергі жасамайды. Енді бір арал, анақта да тағы да бір арал секілді бір жерлер бар екен. Мынау біздің аралымыз. Олай енді. Құдайым. Егер де осындай арал болса, крепс қай маңда орналасқан екен, ё-моё. Қызық әрине. Опа, кеттік. Крепс ана жақта. Судың ар шетінде немесе басқа аралдарда орналасуы мүмкін. Бірақ уақыт көрсетеді алдағы уақыттарда. О, бұзау. Түспей қойын. Енді бір шама құма болдым. Енді тезірек қолымызды жіберейік. Енді тұрып тұрмай есікті жасай берейін. Есік. Бір есік. 3 есік дайын болды. 6 ағаштан. Бұл керемет әрине. Опа. Үйіміз кәдімгідей өзгерді. Şimdi де далада тұрмайтын болдық. Бұл тіптен жақсы. Опа, бұлайынан болсын. Енді бұл бастамасы ғана кішкене дамып алған соң үйлерді үлкейтетін боламыз әрине. Соншама жарық шамдар жететін шығар. Мына жердегі тратниктер екпісін, себебі тратник арқылы біз книга тақылып отыр. Жасай аламыз. Мен салайын. Солай енді. Мына жерде мен шақты қазған болсын, бірақ шақты ана шақтыға барды да бәрі бірде. Сол шақтыдан бірақ шықтым өкінішке орай. Жарайды, әрине кедергі жасамайды. Болталы салайық, осыны шама жетеді. Себебі біз кішірейтілген әйнектерді жасайтын боламыз. Міне 16 бөлігі шықты. Бұл 16 бөлік әрине бізге жету керек. Бірақ нақты айта алмаймын. О, құдайым, жетпейтін сияқты. Жетпейді екен өкінішке орай. Себебі тек 2 терезесіне ғана жетті. Енді бізге
8 бөлік керек, ал 8 бөлікті біз қайнату арқылы ала аламыз. Кетіп қайнатып, ұйқымызға кетейік. Әлі таң дейді. Тезірек ұйықтайық. Ұйықтан тұрдық. Айтпақшы, демалыстарыңыз қалай болып жатыр? Ұйықтап жатырсыздар ма, тұрып жатырсыздар ма, қалдарыңыз қалай деп амандықтарыңызды сұрақ қояйын. Емай, тезірек қайнаса екен. Ой, қайнаса деген ойдап қоям. Көмір салғымыз кетіп бәрін өтінішке орай. Арада жақын уақытта ауылдағы өмір шығады. Құдай бұйырса, Құдай қаласа, жаңағы әдебиетке. Енді ол әрине бәріңізге қызық болу керек ауылдағы өмір, себебі бір ретте бір видеом көптеген просмотр жинаған болатын. Сол тақырып бойынша енді сондай активті қайтарсақ деген ойдамын. Солай енді тезірек ана құмамыз қайнабасын, тезірек. Бір ғана қалған бәрі опа піскен болатын бізде. Енді мынаны басқа жерге тастасақ болады. Трасингтер кездесу деп тіпті жақсы, себебі көп трасинг бізге қажет. Енді мен өзіме кішкентай әйнектер жасап алайын, яғни кішірейтілген түрі. 16 бөлік шықты. Енді бұл әрине жетеді. Тезірек. Опа, болды осымен. Біздің үйіміз аяқталған болады. Кішкене жерлерді қойып шығуымыз қажет еді, себебі мен кішкене тарлау екен, тарлау екен. Екі бөліктен қосайын. Опа. Кішкене қызығы қиын болды. Ой, жарықтық. Тезірек қойып алайық. Осыншама алдын келмейткен болатынбыз. Үйіміздің түрі осындай. Әрине крышасын өзім жеке ойнағанда жасармын. Ал бүгінгі видеода менің мақсатым осы үй салу керек болған болатын. Үйімізді салып біттік. Заттарымызды көшірейік. Енді керек емес заттарымызды мына жерге лақтырсақ болады. Керек емес, әрине. Керек емес заттарды лақтыра саламын, әрине. Керек емес. Бұл қалғандары керек. Опа, үйімізге көшкен боламыз. Бұл тіптен жақсы болды. Спавн сразу жасап қояйық, ал мына жерге өзімнің керекті заттарымды қоя берсем болады. Опа, енді мына жерден ағаш алайын. Ағаш деппін ғой, сандықтағы керекті заттарды алып алайын. Опа, бәрі сыйған болатын, тіпті жақсы. Опа.
Бұл жерде бізде алтын қажет, осы қажет, осы қажет болады. Блоктер әрине қажет, себебі енді шахтада жүргенде блоктер қажет қолайдан анық. Сол себептен блок тағымдарымды салып қоя берейін. Айтпақшы, эндер жемшік түскен болатын, себебі мен ойда жоқты эндерменге шабуыл жасап өлтіріп үшін эндер жемшікті алған болатын. Нелерімді аластыра салайын. Ана жердегі трафиктерімде кейін. Ол жақсы өсуде трафик. Ол бізге өте жақсы, себебі жаңағы айтып өткенімізде трафик арқылы біз ағаш, тағы да басқа заттар ағаш деппін ғой, кітапшаларды жасай аламыз. Енді достар, осымен видео аяқталды. Сау болыңыздар, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Аян KZ. Осымен видео аяқталды. Сау саламатта болыңыздар.